Ел намысын қорғау үшін Сочиге аттанған саңлақтарымызды қолдау мақсатында көптеген шаралар өтіп жатыр. Семейдегі Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеттің жүздеген студенттері ертістің жағасында түрлі эстафеталар мен допты хоккейден жарыс өткізді. Олар Сочиде жарысқа қатысатын барша отандастар мен семейлік спортшыларға сәттілік тіледі. Олимпиадашылар арасында Семейдегі осы оқу ордасының студенті Галина Вишневская да бар. Галина бүгін биатлоннан 7,5 шақырымдық сайысқа түседі. Студенты-преподаватели выразили свое отношение. Студенттердің Олимпиада ойынына қатысуы спорт пен білімді ұштастыруға болатындығының жарқын дәлелі. Сондықтан біздің барлық студенттеріміз бен оқытушыларымыз таза ауаға шығып, спорттық шара өткізіп, әр спортшының тағдырындағы елеулі оқиға болып отырған ақ Олимпиада қатысушыларына қолдау білдіріп жатырмыз. Қазақстанның атынан кеткен спортшыларымызды 100% қолдау мақсатында осындай шараны ұйымдастырып отырмыз. Біздің спортшыларымызға, барлық жерлестерімізге тек қана сәттілік тілейміз.